Сәлем баршаңызға, сіздермен Сантөгел. Бүгін сіздерге осы айнадағы скотч жабысып қалған жерлерді қалай оңай кетіру әдісін сіздерге қазір көрсететін боламын. Яғни мен осындай жабысып қалған айналы және де осындай шкафқа да осындай жабысып қалған скотчтардың іздерін қалай оңай тез кетіру әдісін қазір көрсететін боламын. Барлығы тек қана бір ғана әдіспен жасалады. Кеттік. Ең алдымен бізге осындай средство керек болады, яғни осындай айна сүртуге арналған, және де бізге осындай канцелярский пышақ керек болады. Міне осы пышақтың ішіндегі сабы бар ғой, соны алып алатын боламыз. Одан кейін осыны шашып, шашқаннан кейін бір кішкене бір 1-2 минутқа қоя тұрасыздар. Одан кейін желеп осылай мен сияқты осылай қарасыздар. Қорықпаңыздар, айналар ешқандай сызылып ештеңе ондай қалмайды, із тек осылай қырып отырасыздар. Осылай үстіндегі клей оп-оңай тез алынатын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай барлығын жақсылап тазалайсыздар. Менің осы YouTube каналымда басқа да осындай керемет үй жағдайында жасалатын, өте оңай жасалатын лайфхактардың түрлері бар. Көрсеңіздер болады. Міне менің каналым, осы каналдан барлығын көрсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыздар.